Сәлематсыңдар ма балалар? Жаратылыстану пәні 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы. Дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады? Сабақтың мақсаты. Жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесің. Жаңа ақпаратпен танысайық. Жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Сарышұнақ қауіпсізсе, өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан-жақтағы өте әлсіз естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді. Есте сақта, дыбыстың қаттылығы арақашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыстар жоғары дыбыстарға қарағанда алысқа жақсы естіледі. Сұрақ-жауап. Балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Ойланайық, балалар. Дұрыс айтасыңдар. Себебі суда дыбыс жақсы таралады. Неліктен біз масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Себебі масаның қанаттары өте кішкентай, сондықтан оның дыбыс жиілігі де өте баяу болады. Тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? Ойланыңдар, балалар. Себебі ағаш қатты зат. Өте дұрыс. Балалар, әр түрлі жануарлардың дауыстарына құлақ салайық. Сарышұнақ шиқылдайды. Арыстан ырылдайды. Жылан ысылдайды. Ит өреді. Жануарлар қалай естиді? Елік Қазақстан даласын мекендейтін өте жүйрік жануар. Неліктен оның құлағы өте үлкен, әрі қозғалғыш болады деп ойлайсың? Көптеген жануар мен балық адам ести алмайтын дыбыстарды естиді. Циркте үйретушілер иттер ғана ести алатын ысқырықтарды пайдаланады. Неліктен? Ойыңды түсіндір. Білесің бе, Айдармен танысайық. Көк иттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады екен. Жануарлар қай уақытта және не үшін дыбыстайды? Мысалға, сауысқан шықылықтайды екен. Піл дабыл қағады екен. Ит қауіп туралы белгі береді екен. Мысық жайлылық, тыныштық кезінде пырылдап ұйықтайды екен. Сиыр мөңірейді екен. Ал енді балалар, дыбыстың қасиеттері қалай меңгердік? Сөйлемдерді толықтырып көрейік. Дыбыс қаттылығы қашықтық артқан сайын, өте дұрыс айтасыңдар балалар, кемейді. Жануарлар жоғары дыбыс шығарады, олар сол арқылы бір-біріне жақын қашықтықта хабар береді. Өте дұрыс. Егер жануарлар қауіп сезсе, олар дыбыстау арқылы белгі береді. Өте дұрыс. Заттың тербелісі күшейген сайын дыбыс
Өте дұрыс, қаттырақ шығады. Дыбыс толқындары тек ауа арқылы ғана емес, дұрыс айтасыңдар, су арқылы да таралады. Балалар, сабақты өте жақсы меңгерген екенсіңдер, үйге тапсырма алыңыздар. Жұмыс дәптері, 50-ші бет, 48-ші жұмыс парағы, жануарлар дыбысты қалай пайдаланады. Бүгінгі сабақты тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.